Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, жатарларың жақсы ма? Достар, бүгін сіздерге тағы да распаковкамызды көрсететін боламыз. iHerb сайтынан келген посылкамызда. Бұл посылканы біз осыдан 2 күн бұрын алғанбыз, бірақ видео түсіруге қолымыз тимей, енді ғана түсіріп жатырмыз. Келген витаминдерді көрсететін боламын. Және де бұл витаминдерді біз iHerb'та целый сентябрь айы бойынша распродажа болған. Сол кезде алып үлгерген витаминдарымыз бағалары өте 28% скидкамен алғанбыз. Вот. Так, бұл посылка менде Кореядан келді. Видите, да? Инчуон деген Корейская республика. iHerb'тың Кореяда және де Америкада екі несі бар, склады бар. Егер бізде витаминдер заказ берген Кореяның складында болса, значит Кореядан жібереді. Өйткені бізге жақын ғой Корея. Және жылдам келеді. Ал егер де сіздің заказ берген витаминдер Кореяның складында болмаса, онда Америкадан келеді. Истон деген штаттан. Сондықтан имейте в виду. И вот міне осылай келді. Ешқандай андай бумага, картонная бумага болатындығын обычно ондай еш нәрсе жоқ, достар. Давайте басынан бастап көрсетейін. Бұл жерде так, ең бірінші көрсететінім бастап да. Ең бірінші көрсететінім, достар, ол витамин С. Так, Dynamic Health деген фирманың жидкий витамин С, на жерде 473 мл, почти что жарты литр ғой. Достар, бұл витамин С-ны мен балаларыма алдым. На жерде көріп отырғандарыңыздай иммунитет көтереді деп тұр, және кошерный деп тұр. Яғни шошқаның несі майы деймін, жаңағы ингредиенттері қосылмаған таза өнім дегенді білдіреді. Вот, на жерде инструкциясы барлық жазылып тұр. Қалай беретіні? Негізі бұл, достар, үлкен кісілерге арналған, бірақ мен балаларға беремін. Вот, на жерде көріп отқандарыңыздай, күніне бір столовая ложкадан ішесіздер деп жазылған. Сонда бір ыдысы бір айға жетеді, бір адамға. На жерде, достар, витамин С-ның дозасы 1000 микрограмм. Көріп отырсыздар, үлкен доза бұл, өйткені обычная доза витамин С-ның үлкен кісілерге 500, это максимум, да, суточная норма. Балаларға 250. Енді мен тұрамда бұны бір чайный ложкадан берем каждый балама. Сол кезде 500 доза болады ғой, мынаның жартысы болады ғой. 15-тің жартысын алған кезінде 7 мл болады ғой, бір чайный ложкада. Сонда 1000-ның жартысы, сонда 500-400 микрограмм. Как раз былайша айтқанда үлкендердің дозасы, по идее, да. Но мен осы бутылканы бітірем. Одан кейін уже мен оның дозасын сәл түсірем. Басқа витамин С ішетін боламыз уже. Я не знаю, осы жол заказ бердім ба, жоқ келесі заказымда келе жатыр ма? Мен каналыма тіркеліп алыңыздар iHerb витаминдар туралы, өйткені тағы да заказым келе жатыр, тоже распаковка түсіретін болам. И в основном мен каналымда iHerb витаминдары туралы, денсаулық туралы, жалпы БАДылар туралы. Вот. И так, дәмін бән қазір көрейін, ашып көрсетейін, потому что бұл өзім балаларыма алғандықтан. Неге достарым үлкендердікін алып отырмын енді балаларға? Балаларымның жастары 11-де, 9-да, так, 6-да және де 3-те. Өйткені, егер мен жеке-жеке мармеладный түрі бар, витамин С-ның жидкий түрі бар, детский, оларды алсам, ол жерде менде по деньгам көп шығып кетейін деп тұр, да. Ал осы түрін алсам, маған очень выгодно было. И жидкий түрі, достар, негізі тез сіңеді. Естеріңізде болсын, набрать бәрі запаяно. Да? Вау, апельсиннің иісі шығады. Чайная ложка алып келші, витамин саған берем, попробуй. Да, чайную. Так, қазір ложканы алып келейік, сосын кейін сіздерге цветін дәмін айтатын боламын, но иісі цитрусовый. Вот. Егер так, осы витамин бағасы, бағаларын, если получится, қыздар, осы жерге немесе осы жерге жазып кететін боламын, мына жерге немесе мына жерге. Вот. Келесі витамин тоже детский. Другой принеси, чуть поглубже, но тонкий слишком. Так, келесі келген витамин тоже балаларға алдым. Бұл жерде, достар, кальций, жидкий кальций. Naturals Life деген фирма. Вот, бұнда мен бірінші рет алып тұрмын. Мына фирмадан да мен бірінші рет алып тұрмын, Dynamic Health деген. Бірақ мен көзім көріп жүрген фирмалар, бірақ жидкий түрін именно бірінші рет алып тұрмын. Обычно мен жидкий кальцийді Child Life деген детский фирмадан, брендтен алатын едім. Ну ладно, просто так. Так. Вау. Ну как бы йогурт сияқты ғой. Так, я сейчас взболтаю. Міндетті түрде, мұны шайқап, бірақ бересіздер. Мына жерде стекло. На жерде пластик. То есть ты попробуй. Так, бисмилля. Витамин С. Вот көріп отырсыздар, ешқандай несі жоқ, цветі жоқ. Мөлдір бесцветный. Так, Дося, ты попробуй. Ой. Давай еще. Пей. Кислый. Кислый, да. Послушай, кел. Слушай, деп. Өте қышқыл екен, аны сумен араластырып беру керек екен. Так, келесі. Мынаны қазір көрсетейік. Доси, қайтып айналып кел. Мынаны ішіп көресің. Так, мына жерде достар кальцийған, магний қосылған. Что там мына жерде цветі? Доси, сен кружканы су алып келсең, яқа. Так, қазір кальций.
Бұны көрейік, иісін көрейін. Бұның да кішкене цитрусовый иісі бар, но мына жерде ядреный иіс. Достар, өте күшті екен, аны обязательно суға араластырып беретін боламын мен. Как не сияқты болады ғой, напиток сияқты болады ғой сол кезде. Так, келесі менде 470 то же самое, да? Мына жерде де жарты литр кальций, магниймен. Достар, кальций магниймен өте жақсы сіңеді, сондықтан осындай бірге түрін алдым. Мына жерде менде кальций цитрат, кальций глюконат және кальций лактат түрі. D3 да бар, но кішкене ғана D3-дің дозасы. Магний, гидроксид магния, цитрат магния и карбонат магния. Бұл жерде 300. Қазір мен сіздерге дозасын тағы суточный. Попробуй. Нет, это другое уже. Вот это уже. Қандай? Нормально, да? Да. Дәм деген. На, арқа су ішіп жер. Почему-то идет кислый. Почему идет кислый? Біздің кружкамызда айхап деген кружкамыз. Он такой, он будет Вот. Кальцийдің суточный нормасы для взрослых 500-400, кішкентайларға 200 болса, мына жерде 600, конечно, көбірек доза. Мына жерде көрейік, тоже бір столовая ложка деп жазылған. Дәл мынау сияқты ғой, бір столовая ложка деп жазылған. Но мен чайна ложкамен беремін, сонда мен жартысын ғана норманы орындаймыз ғой. Магний мына жерде 300 деп тұр, сонда 150 болады. Кальций 600 болса, сонда мына жерде 300 где-то. Вот, осылай беріп шығам. Потом келген Натурас Пласт деген фирма, мына жерде Натурас Лайф. Бұл басқа фирма. Мынау Натурас Пласт басқа фирма. Мына жерде 473 мл болса, мына жерде 787. Ну, көбірек, конечно. Так, осы шоколадку беру. Так, взбалтать етіп. Достар, срок годности тоже көрсетейін. Так, жаңағыдай көріп едім ғой бір жерден срок годности. Вот оно, да? 25 жыл, 4 ай, 20 число деп жазылып тұр, годен. Сонда келесі жылдың апреліне дейін срок годности. Ал мына жерде 26 жыл, 2 ай деп тұр. Видно, да? Вот. Келесі көрсетейін. Так, тоже закрыто. Так. Ой-бай. Түсі басқа екен. Түсі жап-жасыл екен. Көріп отырсыздар ма? Бұл пренатальный витамин. Мультивитамин пренатальный, мультивитамин и минеральные компоненты деп жазылған. Концентрированный тропическим вкусом. Бұны тоже көріп шығайық, қалай ішетін. Так, 2 столовая ложкадан деп жазылған, көріп отырсыздар, сонда бір ыдысы бір айға 30 күнге деп жазылған. Так, составында витамин А, Д, Е, Б комплекстер, сосын биотин, видно, да? Кальций, железо бар екен, и йод. Йод 150 дейді, жақсы үлкен дозада екен. Магний бар екен, 200 дейді, цинк, копер, медь и манганез дейді, глюконат. Вот это я не знаю, что. И назитол бар екен еще в составе. Вот такой получается. Давайте тоже дам курик. Значит, чайная ложка, конечно. Смола. Так. Что это? Был витамин для тех, кто... Бұл витамин пренатальный деп айтылған, яғни аяғы ауыр немесе бала көтерейін деп жүрген кісілерге арналған. Натурас Пласт деген өте жақсы фирмалардың бірі, айхерптағы достар. Вот, бағасы где-то 14 мыңдай тұрады сайтта. Для поднятия энергии деп жазылған. Вот, классный такой вот витамин. Так, келесі келген болғандай Trace Minerals деген фирма. Бұл фирма тоже ашайық. Қиын ашылып жатыр ғой. Так, я бұл да жұртты қазір араластырып жіберем кішкене. Дәмін көретін боламыз. Мынаны кішкене острый болу керек, дұрыс суын араластырып ішу керек.
бірақ мына жерде жидкий. Біраз көріп отырсыздар, мороженое дәміне ұқсап кетеді екен. Жидкий витамин ғой тоже. Так, мына жерде так составын көрсетейін. D3 мына жерде 425 деп тұр. Енді бұл кішкене азырақ. Мына жерде кальций 1200 деп тұр. Железо 1 микрограмм, магний 600, цинк 15, хлорид бар екен 75 микрограмм дейді. И вот такой вот состав. Мына жерде кальцийдің дозасы әрине мына жерде көп. 2 столовый ложкадан ішу керек екен күніне. Егер сіз 1 столовый ложкадан ішсеңіз, сонда 600 доза жасайсыз. 16 күнге жеткен бір контейнері. Егер 1 столовый ложкадан ішсеңіз, сонда 1 айға жетеді. Вот Trace Minerals деген тоже Ахептағы өте жақсы фирмалардың бірі. Так. Так, келесі. Мына жерде коллаген beauty формула дейді. Бренд атқарады. Джуйвикея деп айтылады. Так, бұл шашқа, тырнаққа және кожаға арналған аминокислоты и биотин бар. Коллагеновый жидкий комплекс деп жазылған. Так, мына состава витамин С бар, B6, биотин. Так, потом пантотеновая кислота дейді и коллаген бар. Коллагеннің гидролизованный коллаген дейді, аминокислоты дейді. Здесь стопқа қойып қарап шықсаңыздар болады. Өте майдамен жазылған, бірақ фокусқа түспей жатыр ғой. Бұны қалай іштеп жазылған? 1 столовая ложка дейді. Так, бісміллә. Көрініп тұрмасыздар, иә? Оу, цветі такой. Сарыш түстеге. Вкусно. Өте тәтті екен. Чуть-чуть береміз. И сушып жер. Вот еще. Чуть кислый. Су араластырып ішу керек. Такой коллаген. И коллаген түстеге. Бұл жерде мына Swanson деген фирманы, мына жерде фолиевая кислота и фолиевая кислота. Аха. И потом бұл жерде плюс не бар, метилфолат 680 мына жерде микродозада. Өте үлкен доза, достар. Негізгі бұның дозасы 400 сондай дозада еді. Мына Swanson деген фирма новинка екен, бірінші шығарып жатыр. Сондықтан алдым. Капсулы маленькие, мына жерде 30 штук 1 айға жетеді. Да, 30 штук 1 айға жетеді. И мына жерде срок годности тұр. Ана шыққан ай ғой деймін, достар. 6 ай 2023 деп жазылып тұр. Үшім сайттан қарау керек. Сондай фолиевая кислота. Келесі келген ол витамин А для глаз и для зрения деп айтылады. Swanson деген фирманікі. Так, бұл жерде 10 000 доза. Обычно 25 000 дозасы бар, 10 000 дозасы бар. Так, күніне 1 ішіледі деген. Так, 10 ай 25-іне дейін срок годности. Так, мына жерде мен так думаю. Түсінбедім, қай кезге дейін қолдануға болады? Обратная связьға жазып көре, может, на просроченный момент түсінбедім. Или шыққан датасы ма? Мына екі жерде екі түрлі информация беріп тұр. Я так думаю, мынау свежий сияқты. Мынаны звондап білу керек. Неге? Обратная связьға жазып білу керек, срок годности қандай екен. Вот, мына жерде капсулы такие красные, маленькие. Если что, фотосын тоже қойып кететін болады. Мына келген витаминдер осылар. Барлықтарыңызға рахмет, достар. Бізбен бірге видеоның соңына дейін тұрып шыққандарыңызға, тағы да алдап распаковкалар болады. Біздің каналға тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет, достар. Сау болыңыздар.